Бәріңізге сәлем, менің атым Марина Мамакова, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда итальян тіліндегі көбі қате жіберіп оқитын сөздерді дұрыс айтуды, оқуды үйренеміз. Сіз үшін өте қызықты болатынына сенімдімін. Siete pronti? Cominciamo. Сонымен кеттік. Әдемі, ерекше, бәріне таныс автокөлік Lamborghini. Lamborghini емес, Lamborghini. Есіңізге сала кетейін, G, aka, I әрбінің алдында G деп оқылады. Толық әріптер комбинацияларының оқу ережелерімен осы видео сілтеме арқылы таныссаңыз болады. Келесі сөз бренд Moschino. Ч, aka, К деген дыбыс береді. Moschino емес, Moschino. Франко Moschino белгілі бір итальян сәнгері. Grazie, рахмет. Grazie емес, е деген әріп итальян тілінде жоқ. Grazie емес, grazie. Мен аяқталады. Grazie. Келесі сөзіміз espresso. Espresso кофесі. Экспрессо емес, espresso. Қалай жазылады, солай оқылады. Екі S-ті ұмыт бетпеңіз анық айтуға. Эспрессо кофесі ол қара қою кофесі, оны кішкентай шыныларға қиып береді. Espresso? Латте ма немесе латте ма, қайсысы дұрыс деп ойлайсыңыз? Дұрыс айтылуы латте. Екпін бірінші буынға түседі, екі тіні анық айтамыз. Латтенің аудармасы сүт. Жалпы Италияда латте деген кофе жоқ. Егерде сіз Италияға келіп барға соғып латте десеңіз, онда сізді түсінбей, сізге сүт көбігін құйып беру мүмкін. Кьянти ма, чьянти ма? Әрине кьянти. Ең атақты итальяндық шарап. Өте құрғақ, тәтті шие хош иісі бар. Негізінен Тоскананың Кьянти аймағындағы өсірілген Санджовезе жүзімнен жасалған шарап. Есіңізге сала кетейін, Ч, ака, К деген дыбыс береді. Сонымен дұрыс айтылуы Кьянти. Сәлем, мен Кьянтимін. Кьянти. Келесі сөзді бәріңіз білетін шығарсыңдар. Баланез емес. Негізінде дұрыс айтылуы болонезе. Болонезе етті соустардың бір түрі. Бірнеше сағат бұқтырылған, әдем болып пісірілген, дәмі де керемет. Жалпы Италияда барлық еттен жасалған соустарды рагу деп атайды. Әрбір рагу бірнеше ингредиенттерден тұрады. Регионға байланысты өзгеріп тұрады. Ала болонезе деген атау Болонья қаласынан шыққан. Рагу по-болонски деп арасына орысшада қосып қояйын. Брушетта ма, брускетта ма? Қайсысы дұрыс? Дұрыс айтылуы брускетта. Брускетта ыстық және қытырлақ нанның бөлігі, үстіне сарымсақ жағылады, зәйтүн май, тағы да басқа да ингредиенттерді қолдануға болады. Сонымен закуска болып шығады. Бәріміз пиццаны жақсы көреміз, солай емес пе? Мен сізге пицца маргарита туралы айтайын. Біз пицца маргарита дейміз. Негізінде дұрыс айтылуы маргарита. Бұл пиццаның құрамы өте жеңіл. Моцарелла сыры, қызанақтары және балғын базилик жапырақтары. Жалпы маргарита деп Маргарита ди Савоя Умберто бірінші итальян патшасының әйелінің осы пиццаны жақсы көргеннен қойған. Сонымен пицца маргарита. Сонымен соңғы сөзіміз пистачо, пистачо, пистакио. Қалай? Дұрыс айтылуы пистакио. Пісте. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Егерде сізге бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз және менің каналыма тіркеліңіз. Бәріңізге рахмет. Чао, чао.